Биханды полиция алып кетеді. Тхапке жылап әкесінен кешірім сұрайды. Васундра ханым Батки мен Чуткиден мұны істеген сендер ме деп сұрайды. Олар жоқ деп жауап береді. Полицей Биханға келіп, неге өз өзін ұстап бергенін сұрайды. Бихан жазамды алуым керек деп жауап береді. Васу ханым Труфқа барып, Биханды аяйсың ба деп сұрайды. Труф ол жазасын тартуы керек деп жауап береді. Сосын әкесі келіп, Биханды 24 сағатта алып шығамын дейді. Тхапке құдайға жалбарынып тұрғанда, Пан мас болып келеді. Тхапке әкесіне тамақ әкеледі. Бірақ әкесі балам жатқанда, мен қалай тамақ жемін дейді. Тхапке Биханға тамақ әкеп береді. Бихан оны ішіп, Тхапкеге қайт дейді. Тхапке Панға келеді. Екеуі сөйлеседі. Тхапке жылайды. Тхапкеге альбом әкеп береді. Әкесі Биханды түрмеден шығарып алады. Тхапке альбомды ашып қарамақшы болады. Оны ашып қарайды. Биханды анасы мен әжесі қарсы алады. Труф шыны келіп тұрады. Тхапке оларды төбеден қарап тұрады. Тхапке мен Бихан сөйлеседі. Бихан Тхапкені бопсалайды. Девакар тұрып, шыққандарды көріп, бақырып жібереді. Сосын ол Светті көріп мұны істеген әдете екенін түсінеді. Тхапке телефонмен сөйлесіп тұрды. Мұны Васу ханым естіп тұрады. Әрі қарай не болғанын білгіңіз келсе, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.